Сәлеметсіздер ме? Ақпараттық технологиялар колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Садыкова Жанар Еркіновна. Тақырыбы Adobe Photoshop редакторының интерфейсі және құрылғылар панелі. Енді кішкене тоқтала өтейік. Photoshop бұл фотография мен суреттерді редакторлау мен құруға негізделген программа. Adobe Photoshop программасы бұл нүктелі графика бағдарламасы, яғни бұл программадағы бейнелер нүктелерден пиксель деп аталатын ұяшықтардан тұрады. Бұл аббревиатура ағылшын екі сөзінен пиктуре және элементтен құралған. Бұл келесі мәнді білдіреді. Бейнелер элементі деген мағынаны білдіреді. Графиктік файлдар форматтары. BMP суреттер мен фотографиялар сақтауға негізделген файлдың форматы. JPEG түрлі түсті фотографиялардың форматы. Бұл формат қара ақ түсті бейнелер үшін тиімсіз. GIF аз түсті бейнелер үшін ең тығыз графиктік формат. Сурет иллюстрациялар үшін. TIFF полиграфиялық сығылған формат. Ол қосымша ақпараттарда көрінбейтін қосымша слой каналдардағы бейнелерді файлға сақтауға мүмкіндік береді. Және соңғы PSD. Photoshopта сақталынған және өңделінген бейне. Енді программаның өзіне көшетін болайық. Біздің алдымызда Adobe Photoshop программасының терезесі көрсетілген. Бұл терезе бірінші меню жолынан файл, редактирование изображения, слои, шрифт, выделение, фильтр, 3D, просмотр, окно, справка деген мәзір жолдарынан тұрады. Және де терезені басқару батырмалары. Келесі екінші параметрлер панелі. Сол жақтан тігінен орналасқан бұл бізде құралдар панелі. Мынау бізде түстерді басқару панелі деп аталады. Және мынау пішінді басқару. Келесі оң жақтан орналасқан бізде палитралар панелі. Екінші коррекция панелі. Және үшінші слои. Мына ортаны біз сурет терезесі деп атаймыз. Енді саймандар тақтасына толығырақ тоқталайық. Саймандар тақтасы бұл панель әртүрлі құралдардың белгілі бар батырмалардан тұрады. Олар панельдің жоғары бөлігінен белгілеу құралдарынан бастап топтарға бөлінген. Соңғы нұсқаларда құралдар саны көбейді, сондықтан экранды толтырып тастамау мақсатында кейбір батырмалардың астында бірнеше құрал жасырылады. Егер батырманың төменгі сол жақ бұрышында кішкентай үшбұрыш бар болса, оған тышқан меңзерін жақындатып, қалқыма мәзір шықпағанша сол жақ батырмасын басу қажет. Мысалға, міне мына жерде көруге болады. Енді әрқайсына тоқталып өтейік. Бірінші, орын ауыстыру. Суреттің белгіленген бөлігін немесе қабатын жылжыту үшін қажетті нысанды тышқан батырмасын баса отырып жылжыту керек. Екінші, тік төртбұрышты аймақ деп аталады. Берілген құрал суреттің тік төртбұрыш аймағын белгілеу үшін жүгіртпелі штрих сызықты түрінде тік төртбұрыш контурды жылжытуға мүмкіндік береді. Сол секілді сопақша аймақты белгілеуге болады. Және де міне мынандай саймандар орналасқан. Аймақ, горизонтальды строка және вертикальная строка. Келесі үшінші лассо. Суреттің әртүрлі бөліктерінде шерту арқылы тік кесінділерден тұратын контурды түзелейді. Әрбір шерту көпбұрыштың жаңа бұрышын құрады. Контур оның алғашқы нүктесінде тұйықталады. Мұнда да бірнеше саймандар бар. Инструмент лассо, инструмент прямолинейный лассо, инструмент магнитный лассо. Келесі сайман төртінші. Сиқырлы таяқша. Сиқырлы таяқша. Таяқшамен суреттерді шерту бір түсті пиксельдердің тұтас аймағын белгілейді.
Мұндай аймақтардың барлығын белгілеу үшін Shift батырмасын басу күйінде суреттің белгіленген аймағын басу қажет. Келесі. Кадрлеу. Берілген құрал суреттің бөлігін тікбұрышты контурмен шектеуге арналған жылжымалы жақтау болып табылады. Келесінші пипетка, немесе біз оны тамшы ур деп айтаймыз. Сурет терезесінде тамшы урмен шерту сурет түсін анықтайды. Alt батырмасын басып тұрып, шерту осы түсті фон түсіне қолданылады. Міне көптеген саймандар бар. Цветовой эталон, пипетка 3D материал, инструмент линейка, инструмент комментарий, инструмент счетчик. Келесі саймандар. Қалпына келтіру қылқаламы. Бұл құрал фактурасын сақтай отырып, суреттің қажет емес бөліктерін алып тастауға мүмкіндік береді. Келесі қылқалам. Бұл фотошопта негізгі сурет салу құралы болып табылады. Қылқаламның көптеген реттемелері бар. Оның қалыңдығы және қылқалам ұштарының көмескілік қанықтағандылығымен түріне дейін таңдауға болады. Оны мына жерден көре аламыз. Бірнеше міне. Өлшемін өзгертуге болады. Оның жөскісін өзгертуге болады. Келесі. Штамп. Бұл құрал суреттің бір бөлігін екіншісіне көшіреді. Ол үшін қосарлауға қажетті сурет бөлігінде Alt плюс тышқанның сол жақ батырмасын шерту операциясын орындау қажет. Одан кейін таңдалған аймақты суреттің басқа бөлігіне қосарлау үшін жылжытады. Келесі алдыңғы күй қылқаламы деп аталады. Бұл қылқалам осы суреттің тарихы туралы ақпарат негізінде кез келген алдыңғы күйге түрлендіруге көмектеседі. Келесі өшіргіш. Өшіргішті қозғалу фон түсіне бояуға немесе суреттің белсенді қабатын өшіріп, оның астыңғы қабатының пайда болуына әкеледі. Келесі градиент құралы. Таңдалған градиентпен бір тұмас аймақты толтырады. Келесі шаймалау, размытие орысша. Бұл құралды сурет бойынша қозғалту айқындылығын жоғалта отырып, қанықтығын төмендетеді. Келесі ашықтандыру. Бұл құралды жылжыту сурет пиксельдерін ашығырақ жасайды. Келесі перо деп аталады. Бұнда бұл сызады. Тілім. Бұл құрал веб парақшаларға арналған суреттер үшін қолданылады. Келесі көлденең мәтін. Фотошопта бұл құрал суретке тікелей мәтін қосу үшін қолданылады. Мәтінді пернетақтадан енгізуге немесе кез келген мәтін редакторынан немесе веб парақшадан көшіріп енгізуге болады. Келесі контурды белгілеу. Контурды толығымен белгілеу үшін оның кез келген бөлігін шерту қажет. Егер кішігірім контурлардан тұратын контурды шертсе, негізгі контурдың ағымдағы кішігірім контуры белгіленеді. Келесі тік төртбұрыш. Фотошоп фигураларын салуға арналған векторлы құралдардың бірі. Бұл құралдың көмегімен алдыңғы фон түсімен боялған тік төртбұрыш салынады. Келесі қол. Бұл құралдың көмегімен суретті жылжыту, суреттің көрінбейтін бөліктерін көрсетеді. Құралдар панелінде белгісін шерту суретке оның терезесінің өлшемін тең өлшем береді. Масштаб.
Бұл құралмен суретті шерту, оның қажетті бөліктерін толығырақ қарап шығу үшін үлкейтеді. Түстерді ауыстыру. Бұл батырманы шерту фон түсі мен негізгі түсті және керісінше ауыстырады. Мына саймандар тақтасын құралдар панеліне басқару саймандары фонмен басқару деп атайды. Біріншісі негізгі түс белгісін бір рет шерту арқылы колор түс таңдау диалогтық терезесі ашылады. Екіншісі фон түсі. Фон түсі белгілісін бір рет шерту арқылы түс таңдау диалогтық терезесі ашылады. Келесі терезе режимдерін ауыстыру. Стандартты терезе мәзір жолымен толық экран түрінде шығады. Міне көріп тұрғандай. Енді осы тереземен негізгі командаларды көрсетіп өтейін. Жаңа құжатты құру үшін біз файл создать командасын таңдаймыз. Терезе ашылады. Бұнда біз терезенің өлшемін бере аламыз. Мысалға ені 1008, ал биіктігі 520 болсын. Өлшем бірлігін пиксель ретінде аламыз. Окей батырмасын басамыз. Міне мынандай бізде аумақ болып шықты. Енді сурет қосу үшін открыть командасын таңдаймыз. Керек суретімізді таңдап ашамыз. Келесі командаға жауап береміз де окей басамыз. Бұл бізде екінші терезе болып шықты. Не екінші терезе, бірінші терезе. Енді сақтау үшін файл сохранить как. Бағана видео басында айтып кеткендей, файлдардың бірнеше түрі бар. Біз әдеттегідей JPEG-ті таңдаймыз және сақтаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.